Сәлем достар, бүгін біз баклажаннан және кабачкидан осындай керемет рулеттер жасайтын боламыз. Оған қажетті заттар және де қалай жасалу керектігін барлығын түсіндіріп, барлығын айтатын боламын. Ең алдымен баклажанымыздың сыртын жуып, тазалап, екі жиегін кесіп алып тастаймыз да, және де барлық осындай баклажанымызды бірдей етіп, қатты қалың емес, жұқа да емес қылып, біркелкі етіп кесіп турап аламыз. Кесіп болғаннан кейін осылайнан мұздай суға барлық баклажанымызды салып, тұзын салып қойып қоямыз. Ал енді келесі кезекте кабачкиімізді де жақсылап жуып, екі жиегін алып тастап, дәл жаңағыдай баклажан сияқты қылып, біркелкі етіп кесіп аламыз. Келесі кезекте барлық керек заттарымызды осылайнан бөлек-бөлек ыдыстарға салып қоямыз. Ал енді бастаймыз. Кабачкиімізді алып ұнға батырамыз. Содан кейін жұмыртқаға батырып аламыз. Келесі кезекте панировочный сухариге жақсылап батырып аламыз да. Қызып тұрған отқа жақсылап қуырып аламыз. Қуырған кезімізде жақсылап екі бетінде қызарғанша қуыру қажет. Сол кезде кабачкиіміз да баклажанымыз да жақсы піседі. Піскен баклажандарымыз бен кабачкиларымызды бір ыдыстың ішіне феткаларымызды жайып қойып, соның бетіне жаймендеп қоя береміз. Барлығын қуырып болғаннан кейін кабачкиімізді алып, үстіне майонезді жағатын боламыз. Майонезді чеснокпен бірге бірінші араластырып аламыз. Сосын осылайнан жайып, содан кейін салатный листьяны қойып, үстіне фетаксаны жіңішкелеп турап салып, және де осылай ораймыз. Және де тарелкамызға осылай әдемілеп саламыз. Ал баклажанның ортасына салатный листьямен бірге помидорды майдалап турап салатын боламыз. Дайын болған кабачки мен баклажандарымызды осылайнан тарелкеге салып, әдемілеп дастарханға ұсынатын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын.